2024 жылы жиі қойылған есімдердің бірі Мұхаммед. Әрбір есімнің терең мән-мағынасы, артықшылығы болатыны сөзсіз. Ал біз жақсы көретін ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мұхаммед деген есім қандай мағына береді? Мұхаммед деген сөз тоқтаусыз, тынымсыз, әрдайым мақталатын, сондай-ақ мақтауға тұратын сипаттары, қасиеттері және істері өте көп, артықшылықтарға ие, дәрежесі биік деген мағына білдіреді. Барлық пайғамбарлар мақталады, бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тоқтаусыз мақтала береді. Барлық пайғамбарлардың мақтауға лайық сипаттары, қасиеттері және амалдары бар. Бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мақтаулы сипаттары мен қасиеттері, амалдары мен істері олардың бәрінен көп. Барлық пайғамбарлардың дәрежелері биік, белгілі артықшылықтарға ие, өз үмбеттеріне үлгілі, өнегелі, кәміл адам болған. Бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз бойында барлық артықшылықты қамтыған және қиямет күніне дейін бүкіл адамзатқа шүбәсіз көркем өнеге болып қалады. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Әлбетте, менің және менен бұрынғы пайғамбарлардың мысалы құдды бір үйді әдемі салып, бір бұрышында бір қыштың орнын қалдырып кеткен адамға ұқсайды. Адамдар оны айналып көреді де таңғалады. Және мына бір қышта орнына қойылғандай еді дейді. Мен сол қышпын, мен пайғамбарлардың соңғысымын дейді. 2024 жылы ең көп таралған есімдердің бірі Омар. Омар арабша есім. Араб тіліндегі нұсқасы ғұмар, түбірі ғұмыр, өмір деген ұғымдарға саятын ғұмыр сөзінен туындайды. Омар еркек кіндіктілерге тән есім. Мағынасы өміршең, өмірі ұзақ, ғұмырлы дегенді білдіреді. Сондықтан да араб халқы Омар есімін өмірі ұзақ болсын, ұзақ жасасын деп балаларына ырымдап қоятын болған. Әйтсе де аталмыш есімнің мұсылман жұртшылығында белең алуының себебі арабша мағынасында емес, 4 шадиярдың бірі, ардақты сахаба, Алланың сүйген құлы Хаттаб ұлы Омардың есімі болғандықтан. Мұсылмандар өз ұлдарына аталмыш сахаба тәрізді, әділ, мәрт, тақуа, дана әрі батыр болсын деген ниетпен қойып жатады бұл есімді.